Сәлем достар, аптап ыстықта шөлді қандыратын мұздай киви лайм лимонад жасап үйренеміз. Ол үшін сарағаш, апельсин, лайм, киви, лимон, мята және 2 ас қасық қант қажет. Ең бастысы, бізге барбадос деп аталатын киви лайм дәмі бар сироп қажет. Ең бірінші алдымен лимонымызды ортасынан бөліп, жартысын ғана турап аламыз. Одан кейін апельсинімізді 2-ге бөліп барлығын тураймыз. Лаймды, кивиді ашып және мятаны барлығын кувшиннің ішіне турап саламыз. Енді сіздер жеміс-жидектерді қалай турағыларыңыз келсе де өз еріктеріңізде. Қолыңызда осы жемістің қай түрі бар, сонымен жасай бересіз. Нақты қатып қалған қағида жоқ. Енді қант не үшін қажет? Сіздер білесіздер, көбінесе мохитоны спрайттан жасап жатады, иә? Біз бұл жолы сарағаштан жасағандықтан міндетті түрде қант, яғни шекер қосуымыз керек. Мен 2 ас қасық қантқа 1 қасық су қосып, үздіксіз араластыра отырып, баяу отта әбден сироп болғанша ерітіп алдым. Ыстық күйінде құйып жібермеңіздер, міндетті түрде суытыңыздар. Суыған соң кувшинімізге құямыз. Одан кейін киви лайм дәмі бар сиробымыздан 2 ас қасық саламыз. Одан кейін сарағашымызды құямыз. Менің ыдысым кішкене тарлау болды. Одан кейін мұз салдық. Мұзды салғаннан кейін түбіне дейін жақсылап араластырамыз. Яғни түбі әбден араласу керек. Ыдысым тар болғандықтан кішкене бір пиаладан құйып алдым. Достар, сонымен біздің сарағаштан жасалған киви лайм лимонадымыз дайын. Үй жағдайында жасап көріңіздер, үлкенге де кішіге де ұнайды. Менің YouTube каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айгүлектің асханасы.